Сәлем достар! Бүгін мен сіздермен бір кітап жайлы бөлісейін дедім. Жақында Саңлақ сахабалары деген кітапты оқып аяқтадым. Мінекей, осы кітап өте қызықты, өте керемет кітап. Қазір сіздерге осымен бөлісейін деп шештім. Саңлақ сахабалар кітабы не туралы жазылған? Мұның ішінде біздің сахабаларымыз жайында, соның ішіндегі ғалым сахабалар, жәннатпен сүйіншілінген сахабалар және де сахаба әйелдеріміз туралы жазылған. Енді бізге сахаба деген кім деген сұрақ келуі мүмкін. Сахаба дегеніміз пайғамбарымызды тірі кезінде көрген, оның жанында жүріп, оның тәлім тәрбиесін алған адамдарды сахаба деп атайды. Енді мен осы кітаптан сіздерге бір қызықты мәлімет бөлісейін деп шештім. Бұл кітапта сахабалардың қалай исламға келуі, қалай өмір сүргендігі және өмірден қалай өткендігі және пайғамбарымызды қалай қорғағандығы жайлы жазылады. Енді соның ішінде Омар сахабаның оқиғасын айтайын деп жатырмын. Омар сахаба исламға қалай келді? Омар сахаба алдымен пайғамбарымызды негізінде өлтірем деп барады. Оның ең алдымен өзінің қарындасымен күйеу баласы ислам дінін алғашқылардың бірі болып қабылдайды. Сөйтіп оған қатты ашуланған Омар сахаба жолда күйеу баласымен қарындасына барады. Сөйтіп Құранның аяттарын сұрайды. Қарындасы оны бермейді. Айтады, алдымен сіз дәрет алуыңыз керексіз деп. Содан кейін барып Омар сахаба дәрет алады. Дәрет алғаннан кейін барып қағаз бөлшектерін береді, яғни Құранның бір аятын береді. Сөйтіп оны оқыған Омар сахаба жүрегі мейірленіп, исламға деген махаббаты ашылып, ана мәтіндердің бір-біріне үйкестілігін көріп, қатты таңданады. Сөйтіп пайғамбарымызды өлтірем деп барған сахаба соңында ислам дінін қабылдап кетеді. Дәл осындай қызықты оқиғалар өте көп. Сіздерге де осы кітапты оқуға кеңес беремін. Өзіме қатты ұнады. Егер менің айтқан мәліметім сіздерге пайдалы болса, қызықты болса, менің видеома лайк басып және де каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ал келесі видеоға дейін көріскенше.